Сізді еш нәрсе байлай алмау керек бұл дүниеде. Еш нәрсе сізді тәуелді қыла алмау керек. Ет па, картошка ма, болмайтын нәрселерге бүйтіп сараңды қыстап. Онда Алланың құлы болмадық қой біз. Сосын өзіңізді де аямаңыз да. Егер өзіңізді аямасаңыз, мықты нәтижелер шығады. Мейлі құлшылықта болсын. Құран жаттаймын деген біреу жоспар қойды ма? Біреу жаңа жастарды сен араб тілін үйренем деді ма? Біреу жаңағындай тахажжуд оқимын деді ма? Біреу бір нәпіл оразаны қолға аламын деді ма? Біреу туысқандармен жақсы қарым-қатынаста боламын деді ма? Біреу денсаулығымды реттеймін деді ма, мысалы? Жаттығулар жасап деген. Осы нәрсенің күллісінде бір-ақ нәрсе керек. Өзіңді аяма. Нәпсіңді аяма. Анау жүгіріп келе жатқан адамдарды білесіз ғой жарыста. Барлығы жүгіріп келе жатқан кезде бір кішкентай бір секунд қана қалған кезде де біреу өзін аяп қалуы мүмкін. Аямаған басып кетеді ана жерде. Бір-ақ секундта. Осын өзін-өзі аямаған кезде ғана мықты ел болады. Сал өзіңді. Ал қазіргі телефонның үйретіп жатқан мінезі, әке ана бөлмеде жатыр, анасы мына жақта диванда жатыр, бала ана жақта жатыр. Жалпы телефон нені үйретіп жатыр? Өзіңді аяуды, жалқаулық, көптеген нәрселер. Тіпті телефон сізді жеңе алмау керек. Құлың қыл оны, оның құлы болма. Оның ішіндегі нәрселер сені билей алмасын. Сен биле, сенің командаңда болсын күллі нәрсе. Осындай әкелер, осындай аналар, осындай балалар керек. Жеңілген халық керек жоқ. Құран осы нәрседен шығарғысы келеді бізді. Жаңағы шипа деп атқаны да, рахым деп атқан. Көтергісі келеді бізді. Мұхаммед пайғамбардың үмбетін әлемге жарқ еткісі келеді. Қай заманда болмасын. Ешкім жарыса алмайтындай сізден руханиятта, Алламен деген байланыста. Алланың нағыз құлдары деген нәрсе.